Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 5 шақырылымдағы парламент мәжіліс депутаттарының өкілеттілігін уақытынан бұрын тоқтату туралы жарлыққа қол қоюы мәжіліс депутаттарының кезектен тыс сайлауын бекітуіне қатысты халыққа үндеуін сарапшылар талқылап баға беруге кірісті. Көп пікір бір жерден табылып отыр. Бастысы, бұл экономикалық қиын кезеңде елдің қаржылық қауқарын күшейту үшін арнайы жасалып отырған іс-қимыл екенін айтып отыр. Сарапшылардың сан пікірін тыңдап, түйінін шығарған тілшіміз Индира Жылқайдарова қазір тікелей эфирде. Индира, елбасының үндеуі турасында қандай олар тарқатылып жатыр? Кеш жарық, Ғани, құрметті көрермен, елбасы айтқандай ел алдында күрделі міндеттер мен сын қатерлер тұр. Әлемдік сауда көлемі төмендеп, барлық валюталар өзгеріске ұшырады. Әрине, осының бәрі бар елдің ұлттық экономикасына теріс ықпалын тигізеді. Осындай қиын қыстау тұста депутаттардың бастамасын қолдаған елбасының үндеуін сарапшылар мызғымас бірлікті нығайтып, елдің еңсесін көтеретін маңызды қадам деп отыр. Мы все должны понимать, что борьба... Экономикалық қиындыққа қарсы күрес тек экономикалық тұрғыда ғана атқарылмай, саяси қадамдарда жасалуы тиіс қой. Осы тұста кезектен тыс сайлаудың мән маңызы зор. Экономиканың жаңа инновациялық секторын өркендетудің жолдарын белгілейтін жаңа тұлғалар келеді деген сенімдеміз. Меніңше, кезектен тыс сайлау мемлекеттік шара ретінде ғана емес, халықтың жағдайы үшін жасалып отырған амал. Мәжіліс депутаттарының өкілеттілігін мерзімнен бұрын тоқтату туралы бастамасын елбасы биліктің, сараптамалық қоғамдастықтың, халықтың да пікірін ескере отырып қолдағаны мәлім. Халық пен елдің игілігі үшін ұсынылған 5 институционалдық реформа мен 100 нақты қадам ұлт жоспарын орындау мақсатында қазақстандық қоғам өзі дауыс беріп таңдаған білімді де, білікті тұлғалардың жаңа идеялары қажет дейді сарапшылардың тағы бір бөлігі. Біз сыртқы қауіпке тойтарыс берудің амалдарын дер кезінде жасап үлгермеген елдердің даму барысын көрдік, білдік. Сондықтан біз осындай уақытта елебек шерген оң қадамдар жасауымыз қажет. Бұл оң шешім. Парламенттің жаңартылған құрамы қазақстандық қоғамның шынайы келбетін айқындауы тиіс. Елбасының кезектен тыс сайлау туралы шешімін дұрыс деп санаймын. Индира, әрине жылдың басты саяси оқиғасы туралы отандық сарапшылар айтып ақ жатыр. Ал халықаралық қоғамдастықтың да шет қалмайтыны белгілі. Олар не дейді? Ғани, айтуың дұрыс. Бұл оқиғаға халықаралық қауымдастықта бейжай қарамай өз пікірлерін білдіруде. Мәселен, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының парламенті ассамблеясының вице-президенті, орталық және Шығыс Азиядағы ұйымның арнайы өкілі Кристин Муттонин кезектен тыс сайлаудан кейінгі кезең Қазақстанды жаңарту жолына бастайды деп санайды. Бұдан басқа да халықаралық сарапшылардың пікірі осы іспеттес. Мәжілісті таратып, мерзімінен бұрын сайлау өткізу туралы депутаттар ұсынысын елебек шеген Қазақстан президенті бұл бастаманы қолдап маңызды шешім қабылдады. Бұл елдеріңіз үшін өте маңызды сәт. Мен 100 нақты қадам жоспары жөнінде білемін. Шынын айтсам, бұл жаңашылдық мені қайран қалдырды. Алға қойған межені бағындыру жолында сіздерге тек сәттілік тілеймін. Енді сайлауды әділ өткізу міндеті тұр. Өз басым бұл саяси қадам Қазақстанның қарқынды дамуына жол ашады деген ойдамын. Kazakistan seçimlerinin öne alınmış olması Қазақстан президенті халықтың пікірін ескеріп, депутаттардың кезектен тыс сайлау бастамасын қолдап, маңызды саяси шараны өткізу мерзімін белгіледі. Халық қалаулыларының қатары тәжірибелі, жоғары білікті депутаттармен толығуы тиіс. Алдағы саяси күрес тартысты болады деп сенемін. Бұл сарапшылардың саралап айтқаны. Кеше мемлекет басшысы бүгінгі біздің қоғамның егемендік алған жылы мүлдем бейтаныс ахуалға тап болған кездегідей абдыраған адамдар тобы емес екенін де айтып өтті. Енді біртұтас мемлекетке айналған кезеңде халық сауатты, ел мүддесіне адал кандидаттарды таңдайтынына сенім білдірген еді. Ғани? Рахмет, бізбен тікелей байланысқа қосылған тілшіміз Индира Жылқайдарова болатын.